4-ші мамандандырылған мектеп-интернатының дене тәрбиесі мұғалімі Ағабаев Әбуәлі. Енді мен жалпы бүгін дене тәрбие сабағында өткізетін тақырыбым волейбол, оның ішіндегі волейболдың ішіндегі допты төменнен қабылдау және астынан қабылдау және тордан асыру. Бұл негізгі қазір волейбол ойында негізі қолданылатын ойынның бірден бір тақырыбының жұмыстары осыны көресіздер. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Еркін тұр. Сынып еркін тұр. Балдар, бүгін жалпы сабақта бірінші дайындық бөлімін өтеміз. Одан кейін негізгі мақсатымыз волейбол ойыны, жалпы волейбол ойында допты үстінен қабылдау және астынан қабылдау. Соның бәрін көрсетеміз, соның бәрін үйренеміз. Одан кейін подача беру. Өткен сабақта сендерде подача беруді көрсеттім. Соны бөлек тағы қайталап жасаймыз. Түсінікті ғой? Сұрақ бар ма? Жоқ. Түзел. Тек тұр. Түзел. Тек тұр. Оңға бұрыл. 1, 2. Орында қадам. Бас. Өшелер қолдарын жоғары көтерді. Денен тексті. Аяқты күшпен жүреміз. Жоғары керіліп жүр. Басты жоғары көтер. Басты жоғары көтереміз. Қолды түзу ұста. Спорт үріспен жүреміз. 1, 2, 3, 4 спорт үріспен жүреміз. 1, 2 мен аспай жүреміз. Бас. Жет жақпен жүреміз. Зен жүреміз. Арамыздан көк. Сол жақпен жүреміз. Сол жақпен. Денен тік ұстап жүр. Сөрден оң аяқ тастап 4 қатармен алға. Бас. Тізе бүгіледі. Доп келген кезде тізе бүгіліп қабылдайсыңдар. Қайтаратын кезде тізе орнына келеді. Қайтарасыңдар допты. Түсінікті ғой? Осыны санақпен істейміз. 1 деген кезде отырасыңдар. Білек қараңдар, білек түзу болу керек. 2, 1 тұрасыңдар. 2 тізе бүгіледі, білек түзу тұрады. 3 қайтарасыңдар. Түсіндер ғой? Түсіндер болды?
жерде қосасыздар жұдырықтап. Көрдіңдер ме? Білек. Bu yerде ең маңыздысы білек бүгілмеу керек. Білек түзу тұрады. Көрдіңдер ме? Білек түзу тұрады. Доп келатыр. Тізе бүгіледі. Қарада білек қалайды. Көрдіңдер ме? Тізе бүгіледі. Білекпен қабылдайсың. Білекпен қабылдап қайтарасың. Білек деген қай жер? Білек міне көрдіңдер. Білек. Жұдырықпен емес, білекпен. Бәрі қолдарын қойыңдар. Допты қойыңдар. Қолдарын қойыңдар. Алақанның үстіне қоямын, екі алақанды. Ол жерден жұдырықтаймыз, қосыңдар бәрі. Көрдіңдер ме? Білекті түзу ұста. Қол, білек түзу болсын міне. Ол жерде бір білекті шығарамыз, түзу ұстаймыз. Екі отырамыз. Міне тізе бүгіледі, топты астына қабылдауға дайын тұрасыздар. Үш қайтарамыз. Яғни бір қолдарын түзу ұстаңдар. Түзу ұста. Тізені бүкпе, түзу ұстаймыз. Екі отырамыз. Төменде ұста қолды. Үш қайтарамыз. Bir, екі, otur verin. Bize büledi. Kol gömende, kol gömende, gömler koyar. Bilek düzü durады. Üç қайтарамыз. Енді осы допты жасар. Бәрі қолдарын допты. Дайындалды. Баста. Кәдімгі жасаймыз. Bilekler kaldı. Bilekler. Oldu üstüne, orada. Oldu üstüne deniz. Bilekler. Сұрақ бар ма? Жоқ. Түзел. Директор. Допты беріп жатқан кезде аяқ сырттан аспау керек. Аяқ сырттан асып беріп жатқан кезде аяғын тодан шапуға беріп жатқан кезде аяқ сырттан асса, ол қателік есептеледі. Түсіндіңдер ме балалар? Сол үшін сырттан сәл бір жақындағандай артқа тұрасыңдар. Ол жерден допты астан беріп жатқан кезде көресіңдер. Түсіндіңдер ме?
болсақ, сендерге орта ұпай бармақпен орта ұпай беріп жатыр. Орта ұпай не үшін беріп жатыр? Бірінші, сендердің қателіктерің болды. Допты үстінен қабылдаған кезде допты қалай берді? Мен қолды былай ұстаймын дедім, сендер қолдарың былай ұстап тұрсыңдар. Түсіндіңдер ғой? Олай болмайды, қол былай тұрады. А жалпы негізі тізе бүгілу, білек туралау, оның бәрі дұрыс болып тұр. Келесі сабақ тағы тапсырасыңдар. Келесі сабақ осыны көреміз. Енді сұрақтарың бар ма? Жоқ. Сұрақтарың бар ма? Жоқ. Түзел. Түзел.